Ауыздың суы құрып айтатын тұмса табиғатты тамашалау арзанға түспейді. Оның үстіне барып келемін дегенше шаршайсың. Демалыс емес, құтты жұмыс істеуге барғандай боласың. Сондықтан шет елге шығатындар, тынығудың тиімді жолы сол деп санайтындар азаймай тұр. Турцияға көп спрос, потом Дубайға, Таиланд, Мальдивы, на Грузияға өте жақсы прям броньдар болады, көп нелерге барады. Потому что ол жақта удобно, бір жақсы, оларда все включено питание жағынан, более комфортно. Қазақстаннан көбіне бізде жақсы бронировать етеді санаторияларға. Елімізде суы шипалы өзен көлдер, табиғаты тұмса, орман тау, тіпті пирамидалар да бар. Егер туризмді дұрыстап дамытса, табысы мұнай мен газдан кем емес. Бастысы ақша елде қалады. Қазір елдегі туризм нысандарының әлемдік стандарттарға сәйкестігін тексеру маңызды болып тұр. Өткен жазғы маусымда Ассы үстірті және Қапшағай аймағына турларды ұйымдастыру кезінде қызметтердің сапасына көптеген шағымдар түсті. Такси, тамақтану және қонақ үй қызметтері бағаларының шарықтап кетуіне қатысты шағымдар жиі айтылады. Мұндай орынсыз жағдайлар елдің туристік тартымдылығын төмендетеді.